Жіберіңдер мені. Кімге айтып тұрмыз? Жаттығу өткізіп жатырсыңдар ма? Не? Біз... Сен... Кекстің рецептіне бірдеңе қосуды ұмытып кеткен жоқ па едің? Не? Бәрін сенің айтқаныңда етіп істегенмін. Қамыры көтерілмей қойды. Не? Қамыр көпірткіш пе? Иә, сол. Тағы бір нәрсе. Сатылады екен ғой. Кекс пісіретін қамырды айтам. Жіберіңдер. Әлі осында тұрсыңдар ма? Өйткені бізге чүңкио солай бұйырды. Бара беріңдер. Кеттік. Денең жаурап кетіпті. Демек қамыр көпірткіш қосу керек екен ғой. Тағы да байқап көрейін. Чиху. Көмектескеніңізге рахмет. Сол да көмек болып па? Мұндайды ұнатпаймын мен. Не? Чиху? Иә, сол келіп қайтарып жіберді. Ол қызға сөйтіңдер деп кім айтты сендерге? Өзіңіз оны тәртіпке шақырыңдар деп едіңіз ғой. Мен оны аздап қорқытып қойыңдар, келіп кешірім сұрасын дедім. Кешіріңіз, өтінеміз, кешіре көріңізші. Мүмкін сендерді де мектептен қуып шығару керек шығар. Жоғалыңдар. Көргім келмейді сендерді. Чанги, шынымен ештеңе болған жоқ па саған? Иә, айтуға тұратынға ештеңе. Қалай ештеңе? Эфті өтпеді, қалай еді? Мен оларды әзілдеп жүрген шығар десем, нағыз жек сұрын екен ғой өздері. Төртеуі үнемі бірге жүреді, ойларына келген істейді. Солай ма? Дәл сен айтқандай емес. Қандай сонда? Олардың біреуі ондай емес. Біреуі деймісің? Ол кім? Кім? Иә, мына суреті шынымен керемет екен. Сізге не ұнай ма? Бірақ көшеде ілулі тұрған фотосуретті ұстап көруге болмайды. Қолыңды кірлетіп аласың.
Нағыз сұлу қыз, иә? Ондайларды аспаннан түскен әйел құдайға теңейді. Әйел құдайға? Сұлу ғана емес, сонымен қатар өте ақылды. Сән үлгісін көрсету арқылы тапқан ақшасын түгелімен қайырымдылық шараларына жұмсайды. Естуімше, иә, жақында Францияда емтихан тапсырыпты. Енді адвокат болады. Сен танитын бе едің оны? Мен оның табынушысымын ғой. Иә. Табынушы? Жұрттың бәрі оны оқуын бітірген соң ата-анасының ісін әрі қарай жалғастырады деп ойлайды. Меніңше олай емес. Ол басқа бір көрнекті де ерекше іспен шұғылдануға тиіс. Демалыс кезінде біресе Африкаға, біресе Ауғанстанға барады. Жақында Тибетке барып қайтты. Мен оны әлдебір король әулетінің ханзадасына немесе болашақ президентке тұрмысқа шықса деп армандаймын. Қиялым ғой бұл. Сонда ол да Диана Ханшайым немесе Одри Хепберн сияқты өз өмірін бүкіл әлемде бейбітшілікті сақтауға арнай алар еді. Қарапайым сән үлгісін көрсететін қыз емес пе? Неге олай дейсіз? Франция президенті де сән үлгісін көрсетушіге үйлену үшін ажырасып кеткен жоқ па? Кім біледі? Мүмкін Францияның болашақ президенті немесе Европаның бір елінің ханзадасы оған ғашық болып, үйленуге ұсыныс жасайтын шығар. Меніңше ондай болуы мүмкін. Ал сіз солай ойлайсыз ба? Сенімен сөйлесе бастасам, менің ішім пысып кетеді. Неге? Мен тек өз ойымды айтып тұрмын ғой. Ол туралы не білесің сен? Кансан, тамақ ішпейсің бе? Күні бойы компьютерге телміріп отыра бересің. Ол саған тамақ пісіріп бермейді, ақша да төлемейді. Тек электромагнитті толқынмен ғана қоректенеді. Кансан, сақ болу керек, әйтпесе ұрпақсыз қалуың ғажап емес. Сендер түсінбейсіңдер. Желіде жұмыс істеуге кедергі келтірмеңдерші. Қайдағы жұмыс? Интернеттегі. Мүмкін бұл әлемді байлар билейтін шығар. Бірақ өмірді қызықты ете түсетін мен сияқты киберкеңістік тұрғындары. Толқындарға әбден тойған екен. Қай елде тұратынын да ұмытып қалыпты. Аузыңды сүрт. Мынасы несі? Ащы шалқаннан да жаман ғой бұл. Бұл не? Ащы шалқаннан да жаман нәрсе болғатынын өмірімде бірінші рет естіп тұрмын. Оны айтпай қымбаттым. Оған дәмі нашар, бірдеңе жеуді сұнған болар. Оның айтып тұрғаны, егер сонда жазылған нәрсе шындық болса, бұл ащы шалқаннан да жаман шындық. Не? Әпке, бұл нағыз шулы жаңалық. Шулы жаңалық? Сенің мектебіндегі бір оқушы қыз жақында сәбилі болады депті. Не? Міне, жазулы тұр. Синхуа мектебінің 11-ші Б сыныбында оқитын жеңілтектігімен белгілі К деген қыздың жақында акушерлік бөлімнен шығып келе жатқанын көріпті. 11-ші Б сыныбындағы К деген қыз Чанди сенің сыныбында оқи ма? Жоқ, Кан деген фамилия. Мүмкін Куон шығар? Өмір не болып кетті өзі. 11-ші сыныптың қызы екі қабат болса айтуға сөз жоқ. Ондай беделді мектепте қалай болып жүр бұл? Ата-анасы қайда қарады екен, құдайым ау. Ата-анасы да жетіскен адам емес шығар? Не қарайсыңдар? Өздеріңе қарап алыңдар әуелі. Ондай жағдай болса, өздеріңде ұятта, арда жылу кер. Кім Чанди? Кіммен жүргеніңді мойында? Аборт жасауға тыйым салынған. Сәбидің әкесі кім?
1500. Тоқтаңдар. Сын сағаты соқты. Қазір әлгі шошақай қыз келуге тиіс. Бұл жолы не ойлап таптың? Сен соны білмей-ақ қойшы. Тағы да құтқармақсың ба? Мыналар не айтып тұр? Жайына қалдыр оны. Неге жаны қашып қалды оған? Егер көмектесін келмесе, жолыма бөгет болма. Қызбен жауласқанын күлкілі ғой. Әрі ақымақтық. Қыз деп жүрсің бе оны? Ол өзін арыстанмын деп санайтын жәндік. Әлде менің ұстанатын ережемді ұмытып кеттім бе? Жұрттың бәрі жақсы көретін Кучумпиоға қарсы шыққан адамды жоқ қылып жіберемін.